Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет болып шығатын үй жағдайында лимонад жасаймыз. Бізге керек апельсиннің 2-3 тілімі. Сіздер менің арнамның дамуына үлестеріңізді қосып, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сарыағаш, мен осындай Алекс қолдандым. Сарыағашымызды құямыз. Спрайтымызды құямыз. Өз қалауыңызша сироп қоссаңыз болады. Мен бүгін осындай Escobar деген крупный қосылған сироп қолдандым. Бұл сиропты чайға қосып, фруктовый чай дайындасаңыз да болады. Сиропымыз түбінде қатып қалмас үшін осылай қозғап аламыз. Апельсинімізді саламыз. Үйімізде осындай кептірілген мята болған. Мятамызды қосамыз. Ол да ерекше дәм береді. Бетіне осылай мятамызды қойып дастарханға ұсынамыз. Бір-ақ минутта дайын болатын, дәмі ерекше керемет болып шығатын лимонадымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ният Нұршат.